мына дүниеде бізден әрекетті күтеді Аллах Тағала. Сәл бір әрекет жасасаң, болмайтын нәрсені де болдырып береді саған. Жатып алай бола берсін емес. Тұр, шық. Ой, қойшы сон. Төрге барып келгеннен сонша ақша түсет дейсің ба? Сен барсай алдымен. Істесей сәл, қимылдасай Алла ғой беретін. Сен өз математикаңмен есептеме. Алланың есебі бар өзінің. Сенен қимыл. Құсты қараңыз, құстың тәуекелін. Азанда аш шығады, кешке тойып қайтады. Егер шынайы тәуекел ете алғанында, сені де Аллах Тағала солай бағар ет дейді. Демек шығу, әрекет ету сізбен біздің міндетіміз. Тәуекелдің ең жоғарғы деңгейі, қараңыз, магазин жоқ, ештеңесі жоқ. Ертең қайтып күн көрем. Жұмыстан шығып қалайықшы. Ешқайда жұмыс жоқ болсын, азында уайымдаймыз ертең қайтып күн көрем деп. Шықсай, әрекет жасасай, қимылдасай. Құстың да ешқандай жұмыс жоқ қой. Шығады ғой, тіршілік етеді ғой. Демек тәуекел деген сөз Алла